Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен ауызда еритін шайға таптырмыз тәтті, балалар үшін де өте жұмсақ үгітіліп тұратын тәп-тәтті кекстің рецептімен бөліскім келеді. Алдымен бөлме температурасындағы сары майымызды ыдысқа салып, оның үстінен қантымызды салып, қант ерігенге дейін жақсылап тұрып миксердің көмегімен немесе венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді осы сары майымыздың үстінен жұмыртқамызды жарып, бір келкі болғанға дейін жақсылап соғып тұрып араластырып аламыз. Енді ұнымызға разрыхитель, яғни қопсытқышымызды салып алып, жаңағы массаның үстінен жарты ұнымызды ғана салып араластырып аламыз. Одан кейін жарты тағы қалған ұнымызды салып, жақсылап араластырып, кекстің қамырын жасайтын боламыз. Қамыры өте сұйық та емес, қатты қою да емес, бір келкі болып шығады. Қазір видеода көресіздер, қоймалжың масса болып шығатын болады. Енді осы қамырымыздың үстінен алдын ала жуылған қара мейізімізді және мен греческий орех қостым. Сәл үгітіңкіреп, бөлшектерге бөліп, греческий орехімізді массамызға салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осы кекстарға арналған формамызды сұйық маймен, өте көп емес, азын-шоғын майлап аламыз. Әрине, форма өздеріңіздің қалауларыңызша тұтас формаға да салуға болады, немесе осындай кішкентай кекстарға арналған формаға да салуға болады. Қатты толтырып, форманың бетіне дейін келтіріп салмаймыз қамырды, өйткені піскен кезде массамыз көтерілетін болады. Кекс үріліп, керемет болып көтеріліп шығатын болады. Міне достар, біздің өте дәмді үгітіліп тұрған жұмсақ кексіміз дайын болды. Бұл жұмсақ массаның өзіне мына мейізіміз, орехіміз ерекше дәм беріп, одан сайын үйлесім тауып, өте әдемі болып шығып тұр. Мен балалар үшін осындай сгущенка бетіне жағып және кондитерский посыпкалармен әдемілеп қойдым. Балалар жейтін деп. Жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі үгітіліп тұратын керемет жұмсақ кекстер болып шығатын болады. Сізге видеом ұнаған болса, пайдалы болған болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар достар. Бұл мен үшін үлкен шабыт болады.